Бәріңе сәлем, қалдарың қалай? Таңертең осылай күйеуімнің курткасын шығарып, осындай отпаривательмен үтіктеп бердім. Сандықта бүктеліп жатқан соң қыж-мыж болып кеткен. Мына бір зат деген күшті екен. Любой киімнің қыж-мыжын кетіріп береді. Жұмысқа кетеді қазір. Осылай жақсылап үтіктеп бердім де шығарып салып, үйді жинастыруға кірістім. Киімдер, төсек көрпелер барлығын жинастырып, бір жаққа кетсек, қайтып бұл үйге оралып келмейтіндей шашып кетіппіз. Алдыңғы күні қалаға қонаққа шыққан болатынбыз. Жолдан, қаладан осы сіңлімді алып алдық та, бір жерге қонаққа барып келдік. Тек қана жолда бара жатқанымызды ғана түсіріппін, барғанымызды түсірмеппін. Арасында үй жинап жүріп, балдардың ауыздарын содамен шайдыртып, дәрілерін беріп қойдым. Солодка корняға мукалтинді араластырып бердім. Жөтелдері қатты. Ұлыма үйді пылесостатқызып қойдым. Арасында түсте осылай сиырларға шықтым, суларын бердім. Айдап шығаруға ағып жатқан арнаның суы қатып қалыпты. Пешті дайындап қойын деп күлін төктім. Мына бір жерде аяқ киімдер шашылып кеткен, бұларды жинастырып қойдым. Суларын ішіп болғаннан кейін шөптерін салып, шөптерін беріп қойдым. Одан кейін мына кісілерді шығардым. Бұларға да суларын бердім. Таласып ішіп жатыр, шөлде қапты. Үйге кіріп, бұл уақытта ұлдарым қызды ойнатып жатыр. Стирка тоқтапты, оны жайдым. Мына бір жерде ыбырсы кетіпті, бұл жерде сүртіп, жуып, мусорға тастайтын заттар мусорға тастап, порошогым да бітіпті. Осылай барлығын құйып алдым. Одан кейін тағы да стирка қосып қойдым. Негізінде шаңдарын сүртіп, пешті қарасам шоқтаныпты, үстіп 4-5 ағаш салып, көмірге жүгіріп кеттім. Көмірімді салып, қарасам деген жаныпты, көмірімді салып қойдым. Мына бір жерде керек емес просроченный крем, бірдемелер, в общем, көбейіп кетіпті. Оның бәрін лақтырдым, тастап, керектерді алып қалдым. Осылай бәрі коммутпен сүртіп, сарғайған жерін тазалап, қайтадан керектерін салып қойдым. Мына біреу крем, қолың крем ма, білмеймін, әйтеуір қытайша жазылып тұр екен. Күйеуіме бере салам ғой деймін деп қоям. Қолына жағып тастайды. Мен өзім көп крем жаға бермейді екенмін. 1-2 умывашкам бар. Үйто қанша жыл болды, ұмытып та қалдым. Оны да тастадым мусорға. Обед ішкен жерімізді жинадық. Негізінде осы шкафтардың ішін реттейін ба деп ойлағанмын. Оған қолымда тимеді, уақытта болмады. Қызым қайта-қайта күрсілдеп жөтеліп, артымнан қалмай шкафтың іші қалды қайтадан. Ыдыстарды жуып, кешкі тамақ бар, кешкі тамаққа кірістім. Одан кейін